Армысыздар, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Қазір мен жасанды интеллект, соның ішінде ChatGPT-ді қолдана отырып, литосфералық катаклизмдердің себеп салдарын көрсететін инфографикалық ақпаратты модельдеймін. Ол үшін мен Word-ты ашып, литосфералық катаклизмдердің атаулары, таралған аймақтары, себебі, салдары көрсетілген ақпаратты әдемілеп жазып шықтым. Ақпаратты әдемілеп жазған кезде кесте түрінде жасаған дұрыс болады. Өйткені кестеден біз нақты белгілі бір ақпаратты көре аламыз. Енді осы кестені құрастырғаннан кейін мен рабочий столға бұл ақпаратты сақтаймын. Литосфералық катаклизм деп қояйын. Енді chatgpt.com сайтын аштым. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, өздеріңіздің Gmail-дарыңызда қолдана отырып, ChatGPT-ға тегін тіркелуге болады. Енді осы ChatGPT-ға мен өзімнің жәнегі кесте түрінде жасалған ақпаратты жүктеймін. Литосфералық катаклизмдер. Word документі жүктеліп жатыр ChatGPT-ға. Сәл тосайық. И чатқа мен жіберемін. Біраз ақпаратты өңдеп жатыр. Қазір мүмкін сразу инфографика түрінде салып беру мүмкін, немесе кестені әдемілеп ұсыну мүмкін. Барлық іс-әрекетті жасанды интеллект өзі жасайды. Тек қана сіздер дұрыс бағыт-бағдар беру үшін ақпаратты нақты берсеңіздер болды. Менің мысалымда мұнда суреттері көрсетілген кесте түрінде ChatGPT маған ұсынды. Енді мен қазір әдемілеп инфографика салып берсеңіз деп запрос жасайын. Жақсы, міне примерно Canva стилінде жасалады. Бұл жердегі примерно ақпаратты дұрыстап көз жеткізіп көрулеріңізге болады. Енді келсеңіз, осында инфографикалық примерно суреттерді сіздерге қалай жасалу керектігі туралы ақпарат беріп отыр. Примерно суреттер осылай болады. Одан кейін Canva стилінде ағылшынша әдемілеп жасау деп жазасыздар. Аз көрейік. Жақсы, міне Canva стилінде инфографиканы жасау жолдары жүріп жатыр.
Қазір көреміз қалай жасайтынын. Тек қана инфографиканы жасау үшін жасанды интеллектіге дұрыс бағыт-бағдар беру керек. Қалай жасалу керектігін туралы нақты бір ақпараттарды ұсынсаңыздар дұрыс болады. Көбінесе кесте түрінде ұсынуға тырысамыз. Нақты ақпарат беріледі кесте түрінде. Міне, құрметті тыңдармандар, Canva стилінде әдемілеп катаклизмді бізге жасап берді. Енді осыны біз жүктейміз жұмыс стиліне. Егер де инфографика қандай стилде қажет болатын болса, мұнда форматты таңдауға болады сіздерге. Маған осы формат жеткілікті. Енді скачать батырмасын басамыз. Рабочий стол. И жазып қоямыз. Инфографика литосфералық катаклизм. Міне, жұмыс стөлге жүктелді. Енді ашып қараймыз. Міне, құрметті оқырмандар, тыңдармандар, әдемілеп бізге жасанды интеллект катаклизмдер туралы инфографикалық ақпаратты жасап берді. Тыңдағандарыңызға рахмет.